Міне быжымыз да дайын болды. Ұлтабарға салдық мына быжыны. 2 сағаттай пісті. Мұздай су құйып, қазанға 2 сағат пісірттік. Біз мына ішіндегі ұлтабардың майын алған жоқпыз. Сол майыменен, мінекей ұлтабардың майыменен керемет болып піскен. Не жарылған жоқ, не қылған жоқ, қандай тамаша әдемі болып пісті. Ал көрейік енді дәмін. Өзіміз пісірдік қой енді көрейік. Майы көп бұның енді. Керемет тамаша дәмі. Майы мол мынаның. Мынау не жуандау болғасын, әдемі, прям тығыз емес, әдемі болып не қылған. Көп салмадық қой бұған. Күші пісті, еті пісті. Быжы десе быжы екен өзі. Керемет. Ішіндегі, мына ұлтабардың ішіндегі майы біз алған жоқпыз, майымен бірге салдық мінекей. Ұлтабар да жүп-жұмсақ. Ұлтабардың ішіндегі майы кәдімгі шұжыққа салған май сияқты, өте әдемі. Тура шұжық сияқты. Керемет. Ешқандай несі жоқ. Майыменен, несіменен, өзінің соғыменен, өзінің несімен әдемі піскен. Өте жақсы, дәмді, тамаша. Осылай істеңіздер. Қазақтың қай тағам болса да өте жақсы болып пісіп жатыр. Айналайын қазақтың білмейтін жоқ қой.